Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қайнатпа сорпа тағамын жасайтын боламыз. Қосатын еттерімізді жақсылап жуып, осылай қазанымызға қойып бір шай баламыз да тағы да еттерімізді қазанға салып, суымызды керек мөлшерде құямыз. Көбірек те етіп қоя берсеңіздер жақсы, өйткені қанша сорпа қайнаған сайын сонша дәмдірек болады. Бетіне шыққан осылай бір қайнаған соң көбігі шығады. Қайнауға жақын қалған кезде сондай көбіктерін осылай сүзгімен алып тастайтын боламыз жақсылап. Көбігін алып болған соң алдын ала сәбізін салып қоя салыңыздар. Сәбізі етпен бірге пісе берсе, дәмі еті де жақсы піседі. Сәбіздің де ерекше дәмі шығады. Бірінші сәбізін салып қоямыз осылай. Суын өте көп қойып, 2 сағат 3 сағат қайнатсаңыздар болады. Қалған картоп, пияздарымызды тамаққа берер алдында 1 сағат, жарты сағат қалғанда салсаңыздар да пісіп шығады. Томат салып жібереміз кішкене ішіне. Немесе жазда жапқан салаттарыңызды салып жіберсеңіздер болады, бірақ көп емес, азырақ қосып жібересіздер, дәмі өте тәтті шығады. Міндетті түрде осылай істеп көріңіздер. Тамақтарыңыз өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айткүл.